Сәлем балалар, бүгін біздің каналда қазақ тілі сабағы 2 сынып 120 сабақ тақырыбы біздің жобамыз. Жұмбақ тапқырлықты талап етеді. Жұмбақ жасырғанда айтылар анық нәрсені ойда бүгіп қалып, соған ұқсас нәрселерге теңеп, тұспалмен жеткізеді. Жұмбақтарда нәрсенің сан және сапа көрсеткіштері мен ерекшеліктері жан-жақты сипатталады. Мысалы, пияз туралы жұмбақты алайық. Бірінші жұмбақ: аласа ғана бойы бар, 9 қабат тоны бар. Екінші жұмбақ: қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Бірінші жұмбақта пияздың сыртқы көрінісі сипатталса, екіншісінде сапалық көрсеткіші жайында айтылады. Олар қандай деген сұраққа жауап беріп сын есім болады. Бірінші тапсырма: суреттегі заттар туралы өзің жұмбақ құрастырып көр. Ұзынша келген пішінде, сырты жасыл көкөніс, қияр, бетін парақтап отырасың, көп білімді аласың. Кітап: домалап шаршамайды, балалар қуалайды. Доп: сырты жасыл қатты, іші қызыл тәтті. Қарбыз. Екінші тапсырма: ішінде сын есімі бар жұмбақтар іздеп жина. Ондағы сын есімдердің рөлін түсіндір. Жасыл ала дөңгелек, бақшада жатыр дөңгелеп. Жұмбақтың жауабы қарбыз. Бұл жерде сын есім жасыл ала. Қандай жасыл ала? Қарбыздың түсін білдіріп тұр. Үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Жұмбақтың шешуі қызылша. Бұл жерде де заттың түсін, көлемін білдіріп тұр. Үшінші тапсырма: суреттегілерді сипаттап айт. Кірпік кішкентай, дөңгелек, денесі инелермен қапталған, түсі қоңыр және қара болады. Қоян жылдам әрі өте қорқақ болады, түсі ақ және сұр болады, құлақтары ұзын болады. Төртінші тапсырма: торкөздерге назым қандай оқушы екенін анықтайтын сөздер тауып жаз. Сондай оқушы туралы әңгімеле. Сын есім туралы білетіндеріңді пайдаланып, осындай тапсырмалар құрастырып көр. Жұмысыңды сыныптарының алдында қорғап, өз ойыңды дәлелде. Назым ақылды, ұқыпты, шыншыл, білгір, көркем оқушы. Мысалы, алма қызыл, тәтті, дөңгелек, үлкен болады. Бұл жерде сын есімдер қызыл, тәтті, дөңгелек, үлкен, қандай деген сұраққа жауап береді. Жарайсыңдар балалар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.